Ол шапалақпен бір ұрды. Түнде, көшенің ортасында далада. Солай жүргенде 2 айдан соң аяғым ауыр болды. Қатты қуандым. Мадияр да қатты қуанды. Бірақ аяғымның ауыр болғаны, оған енді баламен қайда барады деген сенімді берген секілді. Бір күні мен күтпеген жағдай орын алды. Ішімдегі бөпем 2 ай кезінде кинодан қайтып келе жатыр едік. Бір нәрсеге сөзге келіспей қалдық. Ол шапалақпен бір ұрды. Түнде, көшенің ортасында далада, жерге гүмп етіп құладым. Мен таңдап алған мейірімді, қамқор адам осы ма? Получается, он на такое способен? Мен кімді таңдағанмын? Ішімде уже бала бар еді. Бала болмағанда өзім үшін кететін едім. Бірақ ішімдегі баланы әкесіз өсіргім келмейді деген дауыс мені сол сәтте тоқтатты. Бірақ қол көтеруі қайталанса ше, значит тұрмайтында идеально болуым керек па? Деп ойладым. Көз алдымнан бәрі өтті. Ажырасып, жалғыз баланы асырап жүргенім. Әке шешемнің ауылда бас көтере алмай жүргенім. Қоғам мені ажырасқан деп бөлетінін ойладым. Жоқ, қалайда шыдауым керек. Түсте шаруаларымды бітіріп ұйықтайтынмын, бірақ әрдайым шошып ояна беретінмін. Солай жүргенде қызымыз дүниеге келді. Сол қол көтергеннен соң ішімде бір дауыс айнала берді. Он меня уже предал. Сол сәт есіме түссе, оны жек көріп, қатты ренжіп жүрдім. Мен оны жазалағым келді. Өзімнің үндемей қалуым арқылы түсінсін деген ой болды. Біраз сөйлеспей жүрдім. Кейін ол кешірім сұрады. Маржан, мені кешірші. Мен ақмақтық жасадым. Мен кешірдім. Түк болмағандай өмір сүре бастадық. Бірақ менде токсикоз басталды. Шаршай беремін, ұйқым келеді. Бірнеше рет угроза болды. Бірақ ішімде дауыс. Маған жатуға болмайды, ұйықтауға болмайды. Әйтпесе ата-енем ашуланады. Ұрсады деген ойлар миымды айнала беретін еді. Түсте шаруаларымды бітіріп ұйықтайтынмын. Бірақ әрдайым шошып ояна беретінмін. Солай жүргенде қызымыз дүниеге келді. Сложные роды болды. Ұзақ толғату, разрыв, барлығы ауыр өтті. Роддомнан шығып үйге келдік. Бәрі бөпені көруге асық болды. Бетіне қарамаймын, қыз екен ғой. Ақымақ басым. Мен сол кезде қыз туғаныма өзімді кінәлі сезіндім. Как будто это от меня зависит. Немене? Жалғыз бала туған осы ма? Неге бөлмеден шықпайды? Тұрмысқа да шықтым, еще магистратураға грантқа да түстім. 60 000 теңге стипендия алып мәзбін. Келін болып жүргенде Казгуға оқуыма барып келетін едім. Ол кезде жалаң аяқ жүретін ағай әлі тірі еді. Не болған саған қызым ау? Солып қалыпсың ғой. Басында бәрі жақсы деп жүрдім. Кейін сол жалаң аяқ ағайға айттым. Ата-енемнің жауыздығын, күйеуімнің қол көтергенін, арасында жұбатып қоятын. Бірақ ата-анама тіс жармадым. Қайын атам басында шынымен немересінің бетіне қарамай жүрді. Мені қыз туғаным үшін жақтырмай жүретін. Бала босанған соң, ең сорақы дүниемен кездестім. Босанып келген соң бізде 40 күн келінді терлетіп, баласына қарайласып, жаңадан туған келінге барынша қамқорлық жасайды. Мұнда туыстардың бәрі бірінші күннен бастап қонақ болып келеді екен. Менде сложный роды болған соң отыра алмай жүрдім. Бірақ сонда да көмектес дейтін. Қызым черепной давлениемен туылды. Түнімен жылап ұйықтамайды. Күндіз қонақ, түнде баламен ұйқы жоқ. Күндіз бала ұйықтағанда өзім ұйықтап қалсам, қайын атам дауыс көтере бастады. Немене? Жалғыз бала туған осы ма? Неге бөлмеден шықпайды? Әлемде жалғыз бала туған осы болса